Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Бұл жерде ешқандай да дрожжидің қажеті жоқ, айранда әрі тез дайындалатын болады. Бір ыдысқа бір жұмыртқаны шағып, үстіне шым тұз және де 3 ас қасық қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Ағарғанша, көпіргенше араластырамыз. Үстіне 500 мл айранымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз бір келкі болғанша. Сосын үстіне 1 ас қасық соданы қосып, тағы да араластырамыз. Кейін үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, араластырып аламыз. Сода айранмен реакцияға түсіп, көпіріп кетеді. Массамыздың үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алдағы жаңа рецептерді біріншілердің қатарынан болып білетін боласыз. Жұмсақ қолға жабысатын қамыр болып шығады, артық ұнның қажеті жоқ. Осылай қалдырып қойсаңыз да болады, немесе бірден бауырсақ жасауды бастап кетсеңіз де болады. Мен бірден жасап кетемін, көбіне шақырусыз қонақтар есік алдына келгенде тез жасай қоюға болады. Ары кетсе жарты сағат қана уақытыңыз кетеді. Әрі дәмді бауырсақтарыңыз шайға дайын болады. Жұқалап жайып, өзіңіз қалаған формада жасасаңыз болады. Дөңгелек етіп жасасаңыз да өте әдемі болып шығады. Қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Міне осындай қып-қызыл бауырсақтарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.